Бәріңізге ассалаумағалейкум. Жаңа Қазақстан заңдары елбасы әлі билікте отыр ма? Осы видеода осы жаңалық туралы талқылайтын боламыз. Достар, видео көп шықпағанына кешірім сұраймын. Енді тұрақты түрде видео шығарып тұруға тырысамын. Ал біз кеттік. Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік органдарға, лауазымды адамдарға, Қазақстан халқына еліміздің қауіпсіздігі, мемлекеттік құрылыс, ішкі және сыртқы саясат мәселелері бойынша бастамалармен жүгінуге құқылы. 11 сәуірде премьер-министр Әлихан Смайылов Қазақстан Республикасының үкіметінің регламенті туралы қаулыға енгізілген өзгерістерді мақұлдады. Енгізілген өзгерістер нормативтік құқықтық актілердің ақпараттық құқықтық жүйесі сайтында жарияланды. Алайда Қазақстанның тұңғыш президентінің тапсырмаларын орындалуын бақылаудан алу туралы 142 тармақша өзгеріссіз қалды. Елбасының өкілеттері тұңғыш президент туралы тармақша 2019 жылы ол мемлекет басшысы қызметінен кеткеннен кейін 6 ай өткен соң енгізілген болатын. Ол кезде елбасы қауіпсіздік кеңесінің төрағасы және Қазақстан халқы ассамблеясының басшысы болған. Назарбаев еліміздің қауіпсіздігі мен қорғанысын және қоғамдық келісімді қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясат туралы нұсқаулар беруге құқылы болды. Орындау мерзімдерін өзгерту туралы шешімді бақылаудан алу не қабылдау Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының, оның ішінде оның қатысуымен өткен кеңестердің хаттамаларында көрсетілген тапсырмалары бойынша жүзеге асырылады делінген қаулыда. Әділет министрлігі Нұрсұлтан Назарбаев туралы тармақшаның неге өзгертілмегеніне жауап берді. Қазіргі уақытта тұңғыш президент елбасы туралы конституциялық заңға және Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының кеңсесі туралы жарлыққа сәйкес елбасы тұңғыш президент өкілеттігін сақталды. Елбасы мемлекеттік органдарға, лауазымды тұлғаларға, Қазақстан халқына мемлекеттік құрылыстың, ішкі және сыртқы саясаттың және еліміздің қауіпсіздігінің маңызды мәселелері бойынша бастамалармен жүгінуге құқылы деп түсіндірді Әділет министрлігі. 18 қаңтарда Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев халыққа арнаған бейнеүндеуінде өзінің зейнеткер екенін және елордада лайықты демалып жатқанын атап өтті. Тоқаев толық билікте екенін еске салды. Ақпан айында Тоқаев экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қауіпсіздік кеңесі мен Қазақстан халқы ассамблеясының өмір бойы төрағалық етуінен айыратын заңнамалық түзетулерге қол қойды. Бұл түзетулер ел саясатының негізгі бағыттарын тұңғыш президентпен келісу қажеттілігін де жояды. Бұл заңға Назарбаевтың елбасы, яғни ұлт көшбасшысы мәртебесі 2000 жылы енгізіліп, ішкі және сыртқы саясаттың негізгі бағыттарын онымен үйлестіру қажеттілігі 2010 жылы заңнамалық тұрғыдан бекітілді. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, сіздерге өте үлкен алғысымды айтамын. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеле кетейік. Сіздердің 5-10 секундтарыңызды алатын нәрсе, ол маған өте үлкен шабыт береді. Келесі кездескенше сау болыңыздар.